Жетінші сыныпта механикалық энергияның сақталу заңы туралы айтылды. Мысалы, мына балғаны біз көтерсек, H биіктік, мына жер бізде H биіктік, H биіктікті бізде потенциалдық энергия пайда болады, mgh. Бұл балғаны біз кері түсіргенде, яғни былай қозғалғанда, қозғалыс кезде бізде жылдамдық болады. Жылдамдық болғанда бізде кинетикалық энергия пайда болады, mv квадрат бөлу 2. Бірінші жағдайда көтерілгенде бізде потенциалдық энергия бар, балға бір орында тұрды мына нүктеде, кинетик энергия жоқ, яғни бір орында тұр 0. Екінші жағдайда қозғалыста бізде мынандай биіктік бар, H1, H2 болсын. Яғни мұнда бізде екінші кинетик энергия, екінші потенциалдық энергия бар. Энергияның сақталу заңы бойынша EP1 плюс EK1 тең EK2 EP2. Яғни олар энергияның қосындысына тең сақталады. Біздің потенциалдық энергиямыз бірінші бір бөлігі кинетик энергия берілді, екінші потенциалдық энергия болып қалды. Сөйтіп қозғалып келіп балғамыз, қозғалып мына бөлшекті ұрғанда, мына қолға ұстап тұрған бөлшекті, қызыл бөлшекті ұрғанда, бізде мында биіктік 0, жылдамдық 0 болады. Яғни ол балға бір орында тұрып қалды. Сонда бізде кинетик энергия 0, потенциалдық энергия 0. Энергия қайда кетті? Табиғат заңы бойынша энергия бір түрден бір түрге өзгереді, ешқайда жойылмайды, энергия сақталады. Ал біздің жағдайда ол 0-0 болып кетті. Ол қайда кетеді? Бұл энергия, бана механик энергия, EK мен EP, кинетик потенциалдық. Мына ұрған денеміздің ішкі энергиясына кетеді. Мына қызарып тұр ғой, ішкі энергия. Ішкі энергия дегеніміз, оны алдында айтып кеттік, ол денені құрайтын атом мен молекулалардың кинетикалық және потенциалдық энергиясы. Яғни бұл энергияның барлығы ауысады ішкі энергияға, уға. Бұдан бізде мынандай заң айтамыз. Яғни сыртқы ортамен жылу алмаспайтын тұйық жүйеде денелердің толық энергиясы Е. Оның механикалық энергиясы мен ішкі энергиясының қосындысына тең. Яғни ол сақталады, яғни тұрақты констант. Бұл энергияның сақталу заңы. Механик энергия ол бізде кинетикалық және потенциалдық энергия, ішкі энергия ол денені құрайтын бөлшектердің энергиясы. Сонымен энергияның сақталу және айналу заңы былай тұжырымдалады. Табиғатта орын алатын барлық құбылыстарда энергия жойылмай сақталады және бір түрден екінші түрге айнала алады.